Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылы видеоларыма лайк басып, комментарий қалдыра отырыңыздар. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен бүгін сіздермен осындай универсальный соустың рецептісімен бөліскім келеді. Ол үшін ең алдымен осындай помидорды алып, бөліктерге бөліп блендеріңізге саласыз. Бұл соус кез келген ет тағамдармен барады. Шашлыкпен де, кез келген еттен салатын спагеттимен де аппетит ашатын керемет соус болады. Және де 2 ас қасық томат салу керек. Менде бары осы болды. Негізі томатты салған кезде жақсысынан кәдімгі түс беретін жақсы томат салған жақсы. Сосын осындай соя соусын құясыздар. Сондай-ақ бальзамический уксустан 2 ас қасық құясыздар. Және уксус салған жерде, уксус құйған жерде міндетті түрде қант салу керек болады. Қант. Және де осындай чеснокты саласыздар. Тұз, дәмін келтіретін тұзды қазірше 1,5 қасық салдыңыздар, бірақ соңынан дәмін қарайсыздар. Укроп немесе петрушка, кинза, өздеріңіз қалаған кез келген шөпті салуға болады. Мен укроп салдым, және қалауларыңызша қосасыздар. Және де өсімдік майын, бұрыш, қара бұрыш да дәміне қарап соңынан өзгертіп қарауға болады. Сондай-ақ болгар бұрышын саласыздар, кез келген түсі бара береді. Және де суды құйып, қазір блендермен жақсылап тұрып езетін боламыз. Кез келген ет тағамымен барады деп жаңа айттым. Бұл шашлыкпен де, спагетти, тауықтармен де кез келген қуырдақпен қосып жесеңіздер де өте дәмді ашатын сондай дәмді соус шығады. Міне жақсылап блендермен езіп алдым. Енді блендермен езіп дайын болған соусымызды банкілерге, кез келген өзіңізге ыңғайлысыға құйып, холодильникте сақтасаңыздар болады. Өте дәмді болды. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Әлеуметтік желілерде де бөлісе отырыңыздар.